Кешірім сұраймын, орысша сөйлеуге тура келеді, өйткені бізде 80% орыс тілді балалар, сондықтан кішкене түсініп отырсын. Енді сіздер айта беріңіздер қазақша. Қадірлі ұстаздар, қымбатты ата-аналар, қымбатты 13-ші мектептің Тараз қаласындағы іргесі мықты қаланған мемлекетімізде бүгін миллиондаған ақшаға керемет сәулетті үй қылып жөндеген тамаша сіздердің мектептеріңізге жас балғындар, түлектер. Сіздерді бүгін 1986 жылғы кеудесін оққа тосқан, өздерінің жастық жігерімен елін, отанын қорғайтын біздің ардагер ағаларымыз бен апаларыңыз сіздерде қонақтамыз. Қош көрдік дегім келеді. Қадірлі түлектер, қымбатты оқушылар, бүгін сіздерге кеудесінде медал ордендері жарқыраған, өзінің бүкіл өмірін аққалатты абзал жан болып, бүкіл халқымыздың денсаулығын сақтауда үлкен ерек еңбегімен көзге түскен Мұрат ағамыз бастаған. Одан кейін педагогика саласында өзіндік үлесі бар. Бұл жерде Света, Шайза, Марияш апаларымыз. Сондай қиындық көрген ағаларыңыздың бірі Ермахан ағаларыңыз келіп отыр. Және де осы Тараз қаласында, Қазақстанда өзінің білім саласын өркендетуге үлкен мекемелерде басшылық қызмет атқарып, бүкіл өзінің өмірін мерейлі 60 жасқа толып, 40 жылдық еңбек стажымен сіздердің басшыларыңыз, сіздердің көш басшыларыңыз, Айтжамал әпкелеріңіз осы Тараз қалалық желтоқсан 86 қоғамдық бірлестігінің шоқ жұлдызы деуге болады. Сонда мінекей сіздердің басшыларыңыз мықты, сіздердің басшыларыңыз нағыз көшбасшы. Сондықтан да біз өткен жылы да дәл осы жерде өздеріңізбен сұхбаттасып, барлық ой тілегімізді айтқан болатынбыз. Енді жаңа 1986 жылы 18, 19, 20, 21 жастағы студенттеріміз. Сол студенттердің ішінен қаншама студенттер қиындық көріп оқудан шығарылды. Мінекей сондай апаларыңыздың бірі ортамызда Света ханым келіп отыр. Бұл кісі шет тілдер мемлекеттік университетінің 2-ші курс студенті болатын. Сол 1986 жылғы оқиғаға қатысқан үшін сол оқу орнынан 7 баланың ішіндегі бір қыз болып еркелеп өскен Свет апайларыңды ата-анасы оқудан шығарып алды. Мінекей сондай сіздер апаларыңыз бен ағаларыңызды көріп отырсыздар. Ал енді қадірлі оқушылар, мен Каспийдің 1986 жылы 4-ші курс студенті болатынмын. Яғни мен де сол ұстаздық мамандықты таңдап, болашақта ұстаз болам деген үлкен арманым болды. Лек-лек қаншама студенттердің ішінде соның бірі болып, мен де жаңа көрсетті ғой хроникадан, мінекей сол студенттердің ішінде бірі болып мен де жүрдім. Ер балаға тән 6 ер баланың ішінде 2 қыз болып өскенбіз. Өзімде кішкене ер азаматтарға байланысты қасиеттер болатын. Мінекей сол жаңағы жүріп келе жатқан студенттердің алдында қолымды көтерген бойда алдыңғы шепке кетіп қалған ғой. Яғни сол суреттер бізде де қатты іздестірілді. Әр жатақханада, әр оқу орындарында көптеген студенттердің суреттері іздестірілді. Сондай студенттердің бірі бізбіз. Бұдан түйетін ой, қадірлі оқушылар, яғни сол 86 жылғы қазақ жастарының көтерілісі бүгінгі таңда 1991 жылғы тәуелсіздікті әкелуге нағыз күш болды. Яғни біз тәуелсізбіз, қымбатты оқушылар. Мінекей сол тәуелсіздіктің арқасында бүгін сіздер ата-аналарыңыз барлығыңызды оқытып, барлығыңыздың қалаған киімдеріңізді әперіп, сіздер үшін бір тінім нан жемесе де бүкіл өмірін сіздерге арнауда. Сондықтан да мен сіздерге айтар едім, ең бірінші ата-анаңызды сыйлаңыз. Біздің ер балдар, маңайларыңызда жүрген жастарды, қыздарды сыйлаңыздар. Сіздерді оқытып отырған, тәрбиелеп отырған, мынандай
керемет мектепті сіздерге жаңадан қайта жөндеуден өткізіп беріп отқан осы мемлекетімізге рахмет айтуымыз керек. Сіздерге бүгінгі таңда шектеу жоқ. Шет мемлекетке, кез келген саяхаттауға, оқуға, білім алуға сіздердің үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни мектеп қабырғасындағы сіздердің керемет өмірлеріңіз болашаққа нық қадаммен басады деп ойлаймын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы деп Ғафу Қайырбеков ағамыз сыйлағандай, сіздерге мықты тәлім тәрбие беріп отырған нөмірі 13-ші мектептің ұстаздарына мың алғыс айтқым келеді. Отбасыларыңызға амандық, деніңізде саулық болсын. Яғни біз бұл туралы көптеп айта береміз, бірақ уақыттарыңызды алғым келмейді. Сіздерге көп рахмет.